Sizlerдің жылағыларыңыз келген жоқ па? Мен өзім жылағым келіп кетеді осындай қазақтардан ойлағанда. Жылағым келіп кетеді. Енесін ұрып өлтірген. Öne boy kөгала, саусақ алақа бірақ көгала, сан көгала, балтыры көгала, саусақтарын езгілеген, қап-қара қылып, сөйтіп қорлықпен өлтірген. Енді кеп тағы қазақ қорқып отыр, сол туралы шындықты айтамын деп қорқып отыр. Мен ана қазақтың қорлықпен өлгеніне, қандай өлгеніне жүрегіммен сезініп тұрмын. Ана қазақтың жігітін, ана Сұмырай Назарбаевтың, Тоқаевтың сұмырайлар қайтып азаптап өлтіргендігін мен көз алдарына елестетіңдерші. Мына саусақты тістеуікпенен қысып отырып өлтірген. Міне сан көгала, қарай алмайсың ана мәйітке. Ал міне өлген қазақты өстіп өлтіреді, ал тірі қазақтар міне бір туыстары кетті, көгін айтқалы, Алла разы болсын, енді күтуге болады ғой. Жоқ, күтпейді олар. Сол маңызда енді қазақ 7-сін береді, 40-ын береді, оңтүстік жақта 3-ін береді, 100-ін береді, болды, сосын жылап шықты ма, Аллаға тапсырдық дейді. Сосын бұл қазақ жылап қоя салады ғой. Бұл қазақ жылап қоя салады ғой. Содан кейін сорлымыз ғой қазақ. Содан кейін сорлымыз. Зұлымдыққа күресу керек. Қазақтар зұлымдықпен күресу керек. Зұлымдықты тыюдың жалғыз жолы күресу ғой. Басқа ешқандай амал зұлымдықты тыя алмайды. Біз осындай сорлы болғандықтан Орыс пен Қытайдың тепкісінде қалдық. Әрбір қазақтың жігіті зұлымдықты көргенде күрессе, жанын тіксе, алысы, тіпті жастығын алып кетсе, әрбір қазақтың жігіті, біз осындай қор болмас едік қой. Қазақтар ал, намыс қайда, намыс? Міне қорқып отыр, міне енесін соншама қорлап өтірген, қолын өлу керек қой аналардың. Қолын өлтіру керек қой, кек алу деген бар ғой, кек деген, міне заңға салсаң да, шариғатқа салсаң да, қай дінге сенсең, о дінге сен, сонда да зұлымдықты тию керек дейді. Ол зұлымдықты тимаса, ол тағы істейді ғой. Басқа біреудің бір әлпештеген жалғызын қорлайды, біреудің қызын қорлайды, біреудің ұлын өлтіреді, өстіп азаптап. Оған жалғыз ғана қарсы жол күресу керек. Зұлымдықты әшкерелеу күресудің жолы. Өлген қазақты өлгеніне қайғырып жүрегімнен қанжылап отырмын. Мына тірі қазақтың ынжықтығына, ездігіне, сауатсыздығына, надандығына, қорқақтығына, туған бауыр үшін кек алатын шамасы жоқтығына зым келеді.